Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге р дыбысына арналған артикуляциялық жаттығулар кешенімен таныстырамын. Видеоны дайындаған номер 17 орта мектептің дефектологы Әбжалиева Айнұр Асылбекқызы. Қазіргі таңда р дыбысына тілі келмейтін немесе шатастыратын, алмастыратын, болмаса мүлде айтпайтын балдарды жиі кездестіреміз. Егер де сіздің балаңыз жасы 5-6 жасқа келіп р дыбысын айта алмайтын болса, сіз міндетті түрде маман көмегіне жүгініңіз. Немесе үй жағдайында р дыбысына арналған артикуляциялық жаттығулар кешенін орындауды ұсынамыз. Бұл видеода сіздерге ең таңдаулы деген р дыбысын қоюға арналған баланың артикуляциялық аппаратын қалыпқа келтіретін жаттығулар тізбегін ұсынамыз. Ең бірінші бізге жай ғана қол айнасы қажет. Олай болса, бастаймыз. Ең бірінші жаттығуымыз сылақшы. Жалпақ тілді көтеріп алға артқа қозғап, таңдайды жалау керек. Бұл сылақшы жаттығуы. Екінші барабаншы. Ерін жымию. Тілінің ұшымен жоғарғы тістердің төмпешігін жай соңынан кейін қатты соғу. Үшінші жаттығуымыз ат жауып келеді. Ерін жымию. Жалпақ тілдің көмегімен жоғарғы көтеріп, таңдайды қағу. Тәтті тосап жалпақ тілді көтеріп, жоғарғы ерінді жалау. Біздің 5-ші жаттығуымыз таңдаймен тілді тазалаймыз. Ерінді жымию арқылы жалпақ тілдің төменгі ерінге қойып, жоғарғы ерінмен соғу. Тісті тазарту. Ерін жымию арқылы тілдің көмегімен барлық тістерді айналдыра отырып тазалаймыз. Келесі видеода барлық үй жағдайында табылатын орталы таяқшалардың көмегімен тілдің ұшына вибрация келтіру негізінде жасалған жаттығуды алдарыңызға ұсынамыз. Яғни осы мақталы таяқшаның көмегімен менің оқушым р дыбысын айтуға машықтанды. Рахмет. Ракушка. Роза. Қайтып. Бүгін мен сіздерге ұсынып отқан р дыбысына арналған таңдаулы артикуляциялық жаттығуларды балаңызға күнделікті үй жағдайында орындауға болатын жаттығулар тізбегін ұсындым. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта р дыбысын сөзде, буында, сөйлемде машықтандыру жұмыстарын сіздерге көрсететін боламын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.